Балаңыз қолын аузына сала бере ма былай? Ай. Демек, уже сосқа беру керек. Десең, ойнап айтам. Так, YouTube каналыма қош келдіңіздер, құрметті аналар. Лайк басып кетейік, ең алдымен актуальный тақырыптар ғой. И каналға тіркеліп алыңыз. Жалпы баланың қолын соруы ол нормальный. Қорықпау керек. Ойлайды. Қолын аузына салса, алып тастана қолын дейді. Тісі қисық болады дейді. Или микробтар аузына салады. Қолын алып тастай береді, сорып отырса ше. Бүйтіп байлап қояды кейбіреулер қолын ше, бүйтіп кәдімгідей. Қолын сормасын деп та. Наоборот, ол нені танып жатыр уже. Қолын сорды деген сөз. Қолының несін уже жан-жақпен уже танысып жатыр деген сөз. Жердегені алады, ана не қылады салды, кейбір балдарда. Ішпен жатқан кезде, мысалы 5 айлық балдар бар, қолын сорады, или ана ойыншықтарды ұстайды, аузына салады. Нормально это. Ойындамаңыз. Қорқатын зат емес ол. Наоборот, қолын сорған жақсы қайта. Әлеммен танысып жатыр уже. Енді келді ғой өмірге. Жан-жағын көрсін, дәмін көрсін, ұстасын, жеп көрсін, түсінсін, жеуге болмайтын. Қатты екен. Жалпы қолын сорған нормальный, оны үлкен нелеріміз, профессор, врачтар зерттеген қалыпты жағдайда, короче. Бала солай қолын сору арқылы дамуына жақсы көмегі бар да. Яғни қолын ашып жұмуына, уже ойыншықтарын ұстауына, жақсы дамуына үлкен әсері бар. Қолын сору арқылы әлемді тани бастайды екен. Түсіндіңіз ғой да? Қолын сорып жатыр екен деп, немесе соска беріп қойып, не алудың қажеті жоқ енді. Просто алып тастамаңыз, сорып, не ала берсін, кейін өзі қояды ол өскен кезде. Ойындамаңыз, өзі қояды. Енді мектепке барғанша бүйтіп жүре бермейді ғой, дұрыс па? Өскеннен кейін уже есін жинап бастайды ғой. Сол кезде айтасың, болды, сен что-то артық кетіп баратсың. Кішкентай кезінде мейлі түсіндік, әлемді танысын дедік дейсің. Өскеннен кейін уже артық өстегі дейсің. Қояды ғой, короче. Сондықтан соны әжелерімізге түсіндіріп жіберейік, осы видеоны көрсетіңіз. Әже, сіздікі дұрыс емес, ол қолын сора берсін, алып тастамаңыз қолын деңіз. Хорошо? Ақпарат пайдалы болған болса лайк басып, парақшаға тіркеліп алайық. Сосын тағы да бір қосып жіберетінім. Аузын байқаймыз. Кейбіреулер аузын мән беріп қарамайды, бүйтіп фонарикпен аузын қараңыз. Кейбір балдардың аузына стоматит, аппақ бірдеңелер шығып кетеді. Немесе тамағы қызарып жатады. Өзіңіз де көріңіз, қақырық бар ма, жоқ па балада. Мысалда тыңдап көріңіз, қырылдап тұрады. Тамағы қызарып кетеді. Леголямен, сосын қызылмайды. Леголян көп қоспаңдар, қызылмайды араластыңдар кесеге. Қолыңа бинт тақ, аузын сүртіп ал кішкене бүйтіп. Ничего страшно. Нормальный. Іріңдейді біреулер да. Бірақ баспа, кішкене сүртіп ал да. Түсіндіңіз ғой да? Үйде істеп жүрген заттар ғой, бәрі негізше. Жаңадан босанған келіншектерге пайдалы болсын деп отқаным ғой. Солай, егер қақырық шығару сабағы керек десеңіз, менде қақырық шығару сабағы бар. Баланың қақырығын бір жасағына шығарып тастауға болады. Ол қақырық шығару сабағын алу үшін экранда көрсетілген номерге 3000 теңге аударасыз. Каспий, Халық банк бәрі осы нөмірде WhatsApp-қа чек жіберсеңіз, сізге сразу сабаққа қосып қоямын сізді. Все. Келесі неде қандай тақырыпта видеолар түсірейін? Комментарийға жазып кетіңізші, оқимын мен міндетті түрде.